Бүгін шақыру билетін жасайтын боламыз. Pinterest'тен шақыру билетінің шаблондарын жүктеп алғам. Бір-екі нұсқасын, соны өзі қалаған біреуін алам. Мына нұсқаны алайын. Мына нұсқаны аламыз. Енді текст дегенді басып, шақыру деп бірінші есін жазып аламыз. Үлкен әріппен болғаны дұрыс барлығы. Бас әріпте міне шақыру. Түстерді басып, түсін өзгертіп аламыз. Мына жерде пипетка тұр, пипетканы бассақ, мына гүлдерге жақындататын болсақ, сол гүлдердің түсін береді. Сонда үйлесімді болады. Мына шаблонмен мына түсті алайын. Границаға кішкене қара берейін. Тексті басамыз. Тексттан. Дұрыс сияқты. Осы шрифт алайын. Шақыруды кішертеміз де тура ортасына бүйтіп қоямыз. Шақыру. Енді WhatsApp-қа шақырудың үлгісін салып қойғам, соған кіремді, соны алам. Мінекей копировать етем. Иншотқа келеміз, тексті басамыз, жаңағыны вставить етеміз. Сөйтіп Enterмен кішкене сөйлемдерді түсіріп аламыз. Былай қысамыз. Мінекей басамыз, кішкене мына жерді көтеріп жіберейік, салтанаттық дастарханымыз болуға шақырамыз. Енді бұның түсін өзгертейік, қара қояйық. Қара түсті қоямыз. Енді тағы да WhatsApp-қа кіреміз де той мерзімін алып шығамыз. Тексті басамыз да тағы да вставить ете саламыз. Так, 11 ай. Мынаны былай кешертеміз. Сосын бұл былай қоямыз да. Бұның түсін жаңағы неге келтірейік. Шақыру сияқты болсын да. Мінекей. Деп тексті басамыз, той иелері. Бұны қара түсі еткеніміз дұрыс болар. Енді тексті басып, құрметті қонақтар дейміз. Құрметті, әркім қалай жазады енді бұл жерде. Құрметті құдағи, ағайын туыс, дос, шаран. Бұны да үстін басамыз да пипеткамен жаңағыдай түсті қоямыз. Қызыл түс болған дұрыс болады. Құрметті құдағиға, мінекей. Міне, шақыру билеті дайын. Үстіндегі стрелканы басып жүктеп аламыз. Шақыру хаты дайын.